Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, менің аты-жөнім Арын Ақнұр. Жасым 19-да. Түркістан облысы Арыс қаласының тұрғынымын. Сізге бұл үндеу жолдау себебім 2 қараша күні таңғы сағат 7-де Оңтүстік Корея елінің Кенсандо қаласында жол апатынан 22 жасында ағам Арын Бейбарыс қаза болды. Ағамның денесін өз елімізге жеткізу мүмкіндігі қиын болғандықтан, осы үндеуді еліміздің президенті сізден көмек сұрауға мәжбүр болып отырмын. Қазіргі бізге айтып отырған уақыты 17 қараша күнгі жүк тасымалдаушы ұшақ болып отыр. Қай қазақ қайтқан адамды 15 күн ұстайды, айтыңызшы. Жан дегендегі жалғыз ағам. Анам болса 2 дәрежелі мүгедек. 2017 жылы жүрегіне ота жасатты. 2019 жылы грыжа болып тағы да жасатты. Ағамыздың денесі елге жеткенше анамның жағдайы қиын болып отыр. Әкемнің қайтқанына 9 жыл болды. Сондықтан осы жан айқайымды түсінуіңізді сұраймын. Сіздің көмегіңізге мәжбүр болып отырмыз. Отбасымызда менен кейін ерген сіңілім мен інім бар. Олар әлі кішкентай, мектеп қабырғасында оқиды. Анамды дәл қазір видеоға түсіру мүмкіндігі болмай тұр. Себебі ағамды 17 күнгі рейспен әкелетінін әлі естімеді. Дәл қазіргі уақытта анамның жағдайы өте ауыр халде. Оны естіген жағдайда комаға түсіп қалу қаупі бар. Енді мен анамнан да айырылып қалғым келмейді. Сондықтан Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, сіздің еліңіздің өз отаны Қазақстан елінің топырағына жеткізуін жәрдем беруіңізді сұраймын. 10 қараша күні Оңтүстік Корея елінің Инчон қаласынан Алматы қаласына ұшатын жүк тасымалдаушы ұшақ бар. Сол ұшақпен ағамыздың денесін жеткізуге қолғабысыңызды көрсетуіңізді сұраймын. Үлкен өтініш сізден, барлық отбасымыздың атынан өтініп сұрап отырмын. Және де барша көмек беріп отырған барша еліме, Корея еліндегі қазақтарыма алғысымды білдіремін.